ертеде шырылдауық шегіртке болыпты. Ол өте сауықшыл әрі жалқау екен. Жаз бойы көңілді өмір сүріпті, ән айтып, би билепті. Ол жапырақты тамақ қылады, көрпе етіп жамылады, үй ретінде пайдаланады. Осылайша өтіп күз келеді. Сауықшылық шегіртке ештеңе ойламапты. Жаз күз кетті, одан соң қыс келді. Шегіртке қатты тоңыпты, қарны ашыпты. Ол құмырсқадан көмек сұрайды. Қарағым, жылытшы, тамақ берші деп жалынады. Құмырсқа сонда: неге жазда тамақ жинамадың? Неге жазда жұмыс істемедің? Неге жазда үй салмадың? деп ренжиді.